Мына қарасаң шылқылдаған суыма. Жоқ, мысалы, жай бір түк. Ай! Қысқасы, саршаян жейін деп жатырмын. Мынаны 3 рет ұрттаған шығармын, басыма дың етті. Армысыздар? Сәлематсыздар. Біз Таиландқа келдік. Егер сізге тай массажы, тай боксы, сиам мысығы, сиам егіздері немесе том-ям деген сөздер таныс болса, бәрінің осы елге қатысы бар. Тайлардың мәдениеті, дәстүрі, өмір сүру салты ерекше. Содан болар бұл жаққа ат басын бұратын турист көп. Қонақтарға жайлы ауа райы ұнаса керек. Оның үстіне көрер қызығы да аз емес. Таиланд теңізге түсіп, жағажайда уайымсыз жатуды аңсайтындардың да, керісінше шулы көшеде жүріп, күндіз түні қыдыруды ойлайтындардың да көңілінен шығады. Айта кетерлігі, бізді Таиландқа аман-есен жеткізген серіктесіміз Air Astana компаниясы. Air Astana жайлы саяхаттың синонимі. Алатау баурайынан Сиам шығанағының жағасына жету үшін 7 сағат ұшасың. Біз түнгі рейсті таңдап, демалып баруды ұйғардық. Борттағы дәмді тамақ пен қызық фильмдер жол қысқартты. Әдеттегідей сапарымызды ел астанасынан бастаймыз деп Бангкокқа келдік. Бангкок оңтүстік шығыс Азиядағы ең қарқынды дамып келе жатқан қалалардың бірі. Мұнда 5,5 миллионнан астам адам өмір сүреді. Ернар екеуміз 3 күн бойы Бангкокты аралап, ең қызықты жерлерді сізге көрсетіп, нағыз тайша өмір сүріп көрмекпіз. Міне сим-карта алып жатырмыз. Қаншадан екен, Жазира? Сим-картаны біз қазір 8 күнге, ішінде 15 гигабайт деп 299 батқа алмақшымыз. Әр түрлі бағалар бар, бірақ бізге тиімдісі осы болып тұр. Бірден салып береді, осылай паспортпен тіркейсің. Таиландқа қош келдік. Аман-есен Бангкокқа жеттік. Әуежайға қонғанымызға 1,5 сағат болды. 1,5 сағат бойы не істедік, Жазира? Баршаңызға қайырлы күн. Біз ұшақтан түсе сала ақша айырбастадық. Одан кейін анкета толтырдық. Алдын ала фотоларымызды алдық, соны жапсырып визаға өткіздік. Виза тез дайын болды. Визадан кейін паспорттық бақылаудан өтіп, не қазір қонақ үйге бет алып бара жатырмыз. Ақша айырбастаған кезде енді бірден кіре салып айырбастадық, өйткені одан кейінгі рәсімдер тайлардың өздерінің ақшасында жүреді, яғни доллармен, теңгемен төлей алмайсыздар. Визаны осы әуежайға келген бетте рәсімдейсіздер, Қазақстаннан ештеңке жасамайсыздар, тек 4:6 форматындағы фотосуреттеріңіз болу керек, яғни жаңа паспортқа түсесіздер ғой, сол сияқты. Туризм дамығаны бірден байқалады, өйткені адамдар өте сыпайы, бірден көзге түседі екен де, сол қазір қалаға барамыз, қалада көреміз халық қандай екенін. Енді бізге қонақ үйге жетіп алу керек. Оның бірнеше нұсқасы бар. VIP таксимен барамыз ба, кәдімгі таксимен барамыз ба, қоғамдық көлікпен барамыз ба, әлде машина жалдаймыз ба, соны ойланып тұрмыз. Жан-жақты зерттегеннен кейін қонақ үйге таксимен барамыз деп шештік. Бірден арнайы қосымшасын жазып алдық. 34 шақырымға 413 бат төледік. Бангкоктың тай тіліндегі нұсқасы әлемдегі ең ұзақ географиялық атау ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енген. Оқудың өзі қиын. 168 әріптен тұрады. Ал қысқартылғанда Крунгтеп немесе Крунгтеп Маханахон болады. Қала бір көргеннен ұнады. Әуежайы әдемі, ал көшелері таза. Жолдары тегіс, биік ғимараттары көп. Қонақ үйді негізгі туристік нысандарға жақын жерден алуға тырыстық. Бұл жолы 4 жұлдыздысына қоныстанайық дедік. Достар, онда бірден рум-тур жасайық. Бөлмеге кірейік. Шағын бөлме, қонақ үйдің дизайны ерекше көзге түседі екен. Яғни маймылдардың бейнесін бүкіл жерден көруге болады. Әдеттегідей фен, мына жерде кірім жусан кептіретін, мына жерде шай, кофе, су, мына жерде ванна дегенде душ, одан кейін әжетхана, айнасымен бәрі тап-таза. Және телевизорден мынадай көрініс ашылады. Туристік аймақ.
Мен түсінген бойымша мына жердегі ғимараттардың бәрінде, енді көбісінде қонақ үй орналасқан. Айтпақшы, біздің қонақ үйге таңғы ас кіреді. Алдағы 3 күн бойы осы қонақ үйдің таңғы асын ішеміз. Ал енді қаламен жақынырақ танысайық. Бангкок Таиландтың астанасы ғана емес, сондай-ақ елдің экономикалық орталығы саналады. Чаупхрая өзенінің жағасында орналасуы сауда-саттыққа қолайлы жағдай туғызған. Жергілікті жұрт негізінен балық, күріш экспорттаумен айналысады. Зерттеулерге сәйкес Бангкок туристер арасында танымал қалалар ішінде әлем бойынша алдыңғы қатарларда тұр. Бұл шаһарға жылына 20 миллионға жоқ шетелдік қонақ келеді. Тайлардың оларды күтіп алуға әлеуеті де жетеді. Қызмет көрсету жоғары деңгейде. Қонақ үй, дамханалардың түр-түрі бар. Тарихи-мәдени нысандар да көп. Мұндағы бірінші күніміз әдеттегідей айналаны зерттеуден басталды. Қонақ үйіміз орналасқан аудан өте тыныш екен. Көшелері тар болғандықтан көлік аз өтеді. У-шу жоқ. Келе салып жергілікті дүкенге кіріп, бағаларымен таныстық. Негізі мынау су емес, тер ғой. Дала қатты ыстық. Ал енді мына дүкеннің жақсы жері ішінде бір салқындап алуға болады. Барлық жерде кондиционер қосылған. Қысқасы дүкенге кіріп, дем алып жатырмыз. Дүкеннен шыққым келмейді. Өтіріктен дүкенді аралаған сияқты асықпай жүрміз. Қараңыздаршы, күшті, қызанақтан жасалған крекер. Бағасы 25 бат. Мұндайды жеп көрмеппін. Бізде енді мынау бар ғой, оригинал, кәдімгі сырмен. Сосын, ал мына жерде ерекшелігі карбонара. Мынау да ерекше екен. Мынау да. Бізде соңғы кезде шықты ғой, қазының дәмімен деген. Мына жерде норидің дәмімен. Қазының дәмімен шықты. Норидің дәмі, мына жерде спагетти карбонара. Мынау міне орташасы 32 бат. 32 баттан екен. Мынау одан үлкендеу міне. 45. Құйылмалы сусындар бар екен күшті. Өзің құйып іше бересің. Мұздатылған Кока-Кола, 42 батқа. Қайтадан, екеуін алсаң 42 бат. Кәдімгі өзің бағасында 23 баттан болып тұр ғой. 23. Ал екеуін алсаң, сонда 21-ден. 42-ге дайын талғам қара. Тамаққа кететін шығынды азайтуға болады. Осындай сатып аласың, қонақ үйге барып жейсің. Ысыты бе? Сатып аласың, міне 49-ға мынаны алдың. Одан кейін мына жерден кофені алдың 20-ға. Сонда 70 батқа кешкі ас. Тиімді? Пісірілген жұмыртқа 17 бат. Мұндайды мен әлі көрген жоқ. Енді ең қызығын айтайын ба? Қабығы ашылған, қабығы алынған 13 бат. Қабығын аршып. Сояға салынған екен. Бірден аласың да жеп кете бересің. 13 батқа пісірілген жұмыртқа. Бизнес идея. Қазақстандықтар жұмыртқаны пісіріп осылай сатыңдар. Мысалға кейде тауға бір жаққа шыққан кезде жұмыртқаны пісіріп аласың ғой үйден. Бірақ дүкенде сатса, соны пісірмей-ақ кейде ұмытып кетесің енді сол кездерде. Осылай дүкенге кіріп сатып ала саласың. Тұздың бағасы 10 бат. 500 грамм йодталған ақ тұз. Арал тұзы ма екен? Жоқ. Сиам тұзы деші. Тағы бір қызық бар екен. Қазір енді бізде аса танымал ғой бұлар, будақтар. Будақтардың бағасы көрініп кетті. 55 бат дейді. Мынау біз жедік қой екеуміз. Ашты, бірақ сыр қосылған тауықпен. Мынау 55 бат. Бұлардың дүкенінде ақсайынан сатылмайды екен. Не істейміз? Және сүт көрмедік әлі, сүт жоқ. Бұлар сонда не, сүт ішпей ма не? Тек мыналар ғана. Сүттің өзін көріп тұрған жоқпын. Сумай бар екен, сумай көрейік. Қайда сумай? 46, 47, мыналар 61 және 94-тен бар екен. Баға әртүрлі, бәрінің литр бірдей. 45-тен бастады қысқасы. Сатушылар мына екеуін істеп жүр деп таң қалып қарап тұр ғой. Бұның барлығын неге айтып жатырмыз? Өйткені Таиландқа бармас бұрын, жалпы бала шағамен барса, ол жақта бір нәрсе сатып алып жеуге бола ма? Қаншақты ол жерде қиналмай саяхаттай аламыз деген сұрақты естідім. Қиналмай саяхаттауға болады. Міне осындай дүкендер жеткілікті. Кәдімгі сол тәтті көріп жүрген күнделікті біздің кез келген дүкеннен кестіретін өнімді бұл жерде де кестіруге болады. Әрине бір ерекшеліктер бар, бірақ жаңағы кендіріңді алып, білетін балмұздағыңды жеп жүре беруге де болады. Қазір енді жаһандану заманы ғой.
бір жерде бар өнім басқа жерден де табылады, сол себептен ол жағынан ешқандай қиындық жоқ. Міне адамдар мұз сатып алып отыр. Бізде дүкенде мұз сату дәстүрге айналды былтырдан бері. Мынау жақсы идея екен. Бізде мұз пакеттелген ғой. Оның Дайын өнім сатылады. Дайын, иә. Оның өзін анау жолы маған тістен шыққаннан кейін мұз керек болды ғой. Мен оны таппай әлек болғам. Ал бұл жерде мұзды не дейміз мынандай? Автомат. Аппараттан алып жатыр. Иә. Айс кофе ғой, иә? Дұрыс болды ма? Осымен тұттай ма? Құй ба? Жоқ, қазір асырып қойдым. Болды. Қақпағы жоқ па? Қақпағы жоқ. Дәмін көрейінші секілден. Жақсы? Мына жерде жарнама жүріп жатыр. Мынаның бәрі жарнама. Мына жерге бағасын шығарып тұр. Қандай қызға? 2 сусын, біреу үлкен, біреуі кішірек. Және мынандай киндер буэно 80 батқа шықты. Жазира. Бангкок үлкен қала болғандықтан мұндағы туристік нысандар бірінен бірі алыс орналасқан. Кейбіріне барып қайту үшін жарты, тіпті бір күн уақыт кетуі мүмкін. Сондықтан біз көргіміз келетін жерлердің тізімін қысқартуымызға тура келді. Алдымен Люмпини саябағына бардық. Гүл, қаз-қатар отырғызылған ағаштар, ортасында көлі бар. Бір қарағанда бұл саябақтың басқалардан ерекшелігі жоқ. О баста Жазирада солай ойлаған. Біз қазір Люмпини деген паркке келдік. Мұнда келестер мекен етеді. Бірақ оны Жазира білмейді, қазір реакциясын көреміз. Иә, Люмпинидің ерекшелігі осы келестер. Суда емін-еркін жүзіп, шөпте дем алып жатады. Жергілікті жұрттың оларға үйреніп кеткені соншалық тіпті мән бермейді де. Ал Жазираның реакциясы мынандай болды. Енар, анау не? Айт. Келес қой, келес. Қолтырауын сияқты ғой. Ұқсайды. Айырмашылығы не сонда? Мынау кесіртке ғой. Тітіркеніп қалдым ғой, сол басылмай тұр менде. Немелін тітіркен жүрсің? Қойшы, анау жасыл ғой, мынау жасыл, мына су сияқты, судың ішіндегі құм сияқты. Фуф. Болды, енді бір тітіркендім, енді осылай. Енді маған өз-өзіме келу керек. Сен терісінің түсіне қарашы. Жоқ, мысалы, жай бір тұр. Ай! Не болды? Сен сандалиңнан шошып кеттің. Адамды қорқын. Мен қорқысырмын. Сен неге сандалиң? Өзімнің аяғынан өзім қорқысырмын. Қорққанға қос көрінеді дей ма? Жазира ойбай десе мына жерде өзім аяғынан өзім қашып жүрмін ғой. Шағында қоңыр ғой, қайдан білейін. Қайда қолда ештеңе жоқ, аяқты бір қандай не болады еді. Ой, мынандай ағаш, анау-мынауының жанына жақындамай қой, кішкене алшы дейік. Анан қарашы, мысалға мына біреу ұқсайды ғой, қарашы. Ойбай, Енар. Не қарашы не? Денесі сияқты, иә? Иә, Ара тура. інге кіріп барады. Фу. Мына ағаштың тамырларының бәрі ұқсайды екен, қарашы. Ойбай, бекет. Енді анау қимылдап жатыр. Болды, Анау жаңа келе ғана жатыр, ұмытқан мына сияқты едім, білейін. Уф. Ернар, мынау бізге келе жатыр, Енар. Жақында ана жерін түсіре аламыз, сен түсіріп ал. Ойбай, Адамдар ойлап қалмасын, ойлап қалмасын, Жазира қорқақ. Сондықтан да қыз ғой, қыздар деген қорқақ, немесе Жазира қорқақ, сондықтан шошып жатыр. Жоқ, жақыннан көрсету керек, шынымен де дене бітімің тітіркеніп кетеді. Мен былай не, батыл адаммын ғой. Фу. Мынау келе жатыр кәдімгідей қара. Мынау маған келе жатыр ғой. Өлде қорқамын. Бізге келе жатыр ғой, білмеймін. Жалпы Люмпини жақсы саябақ екен. Тыныш, әдемі, таза. Бірақ келестерден басқа мұнда қызық жоқ. Ең қиыны айналадан дұрыстап отырып тамақтанатын жер таппадық. Күннің ыстығынан саябақтағы пальмаларда құтқармады. Міне, су алайын деп жатырмыз. Шөлдеп қалдық. Мынау Ернар, маған салқынырақ бар ма екен? Міне, мынау салқынырақ сияқты. Еріп кеткен ғой, мынау мұз болған шығар. 20 30. Ана 30 ол. Казахстан.
Так, Central Asia. Central Asia, yes. Менде мынадай рупий жоқ. 100 бере берейін. Қанша болды? 30. Суан. Мериндаға ұқсайды екен. Иә. Қайсы дәмін көрейін? Менде де меринда деп тұр. Біз өзімізше жаңа осы парктың жанына келіп, осы жердегі көше тамағынан дәм татамыз деп ойлағанбыз ғой. Бірақ тамақтардың түріне қарап және де иісінен жиіркендікті аздап енді. Содан өзіміздің ойымыздан бас тарттық қысқасы. Әзірге оразамызды ашпай жүре тұрайық дедік. Әлде жейсің бе Жазира тамақ? Жоқ, ішпеймін. Одан да қазір парктың ішін аралап, одан кейін қонақ үйге жетіп, сол жақта бір европалық тамақ ішейік, кәдімгі кофемен, немесе шаймен, білмеймін. Әлі үйрене қойған жоқ та етіміз. Көрініске, тамақтардың түріне дегендей. Ертеңнен бастап кірісеміз енді. Шегіртке болса шегірткесі, шаяны болса шаяны жейтін шығармыз. Алғашқы тамақ ұшынып қалмайық деп бірден сондай шешім қабылдадық қысқасы. Бүкіл қаланы айналып жүріп, тамақтанатын жерді қонақ үйдің маңынан таптық. Таиландтағы алғашқы асымыз том-ям болды. Жергілікті тағамдар туралы бөлек шығарылым жасаймыз. Сол себепті бұл бөлікті өткізіп жіберейік те, туристік нысандар туралы әңгімемізге қайта оралайық. Үлкен сарай, Байог 2 ғимараты, Дамноен Садуак базары, Бангкокте баратын жер жетеді. Талғамыңызға қарай таңдап, аралап шықсаңыз болады. Сонымен қатар, бұл шаһар өзінің ғибадатханаларымен танымал. Бангкокте ғибадатхана өте көп. Қайсына кірсеңіз де бәрі әдемі, туристке жағдай жасалған және суретке түсетін жерлер баршылық. Ғибадатханалар қаланың барлық ауданында бар. Кейбіріне кіру тегін, кейбіріне ақша төлеуің керек. Біз ойлана келе Ватпоға баруды ұйғардық. Аңызға сүйенсек, атақты тай массажы дәл осы жерде пайда болған. Жалпы ғибадатхана аумағында 400-ден астам Будданың мүсінін кезіктіруге болады. Ал ең атақтысы жатқан Будда мүсіні. Бұл нирвананы күтіп жатқан Будда. Ұзындығы 46, биіктігі 15 метр. Мүсіннің табаны 108 өрнекпен әрленген. Ғимарат қабырғаларына Будда шәкірттерінің өмірін баяндайтын суреттер салынған. Жергілікті жұрт мұнда Құдайға сыйыну үшін келеді. Ал туристер суретке түсіп, мүсінді қызықтайды. So, it's nice to meet you. Enjoy. Goodbye. Қыздар Жапон ұлтының өкілдері екен, бірақ жақын маңдағы шоппинг орталығына барып, Таиландтың ұлттық киімін сатып алдық дейді. Таиландтың ұлттық киімі мұншалықты сәриге ұқсайды деп ойламаппын. Ал әшекейлері қазақтың ұлттық әшекейіне ұқсайды. Кәдімгі шолпыға ұқсайды. Ғибадатханаға жалаң аяқ кіресің. Сондай-ақ бас киіміңді де шешуің керек. Сыртта бақылаушылар бәрін қадағалап тұрады. Бірақ олар орамалға тиіспейтінін айта кеткен жөн болар. Таң қалдырғаны камераға да тыйым салынбаған. Емін еркін түсіріп жүре бересің. Ватпо үлкен аумақты алып жатыр. Айналасы керемет, тып-тыныш. Серуендеп, массаж жасатып қайтуға болады. Көлеңкеде саялап отырамын десеңіз, ағашта көп. Кешкі сағат 6:30 күн батты. Соған қарамастан қазір 36 градус болып тұр. Мен қараңыздаршы қалай терлеп кеттім. Енді арқамды көрсетпей қояйын, арқам сымдық болып жатыр. Су, шылқылдаған су болып кеттім ғой қысқасы. Біздің бір байқағанымыз, көшеде қоқыс жоқ екен. Кәдімгідей көшелер тап-таза. Енді арасында енді бір қағаз бір нәрсе жатуы мүмкін, оның өзі сирек кездесетін жағдай. Бұлай қалған бәрі салафандарға, пакеттерге реттеп салынып қойған. Міне сөзіміздің дәлелі. Міне көрдіңіздер ме? Осылай салып қояды екен. Арнайы адамдар жүретті, себетті тәшкіге тиітті, қоқыстарды жинап салып алып кетеді екен.
Ал енді Бангкокте ары бері қалай қатынағанымызды айта кетейік. Қала үлкен, халқының әлеуметтік жағдайы әр алуан. Сондықтан мұнда көліктің түр-түрі бар. Олардың ішіндегі ең танымалы мопед. Ал енді болашақ Алматыға назар салыңыздар. Мопедші Таиландта да мопедші. Сақ болмасаң, қағып кетуі де мүмкін. Жүрістерінің өзі қорқынышты. Кейде біреуіне бірнеше адам мінгесіп алады. Қажет десеңіз, мопедті такси ретінде шақыруға болады. Барар жерге кептеліссіз жетудің ең тиімді жолы осы. Ал туристер арасында сұранысы жоғары тұрғаны тук-тук. Мопедтен бір артықшылығы, бұған бірнеше адам сияды. Ең қымбаты машинамен жүру. Бір байқағанымыз, тайлар машина терезелерін түгелдей қаралап тастағанды жөн көреді, және кондиционерлері әрдайым қосулы тұрады. Біз таксидеміз, кезекті нысанды көруге барамыз. Таиландта мобильді қосымшаларды пайдаланған жақсы, себебі көшеден такси ұстасаң, ол километрді санайды, ең соңында қанша төлейтінің белгісіз. Біз содан қорқамыз, сондықтан да бағасы алдын ала көрсетілген такси мобильді қосымшаларын пайдаланып жүрміз. Күніне шамамен 5-10 мың теңге кетіп жүр таксиге. Автобусқа әлі отырмадық, себебі келуі ұзақ екен. Яғни 30-40 минут тек қана аялдамада отырып, автобус күтесің, ал біз саяхаттап жүрген және влог түсіріп жүрген адамдар болғандықтан, бұл бізге уақыт жағынан қолайсыз. Мен сіздерге қазір тайлықтардың ақшасын көрсетейін. Мына 20 бат. Патшаның жас кезі. Патшасын танып қойдым. Мұнда да сол кісі 100 бат, иә. 10-дық, 20-лық, мынау 50 бат, мынау 100-дік. Көбінесе осы ақшалар қолданылады. Ал 5 бат, 1 бат ол тиын. Тиындар да бар менде. Иә, you can. Мына не тиындары. 142. Thank you. Кептелісте тұратын уақытыңыз болса, автобуста бар. Олардың өзі деңгейіне қарай қымбат, арзан деп бірнеше түрге бөлінеді. Бізді қатты қызықтырғаны қайық болды. Бангкок өзеннің жағасында орналасқандықтан қала ішінде үлкенді кішілі су арнасы көп. Сондықтан мұнда қайықты да қоғамдық көлік ретінде пайдаланады. Ең қызығы өте арзан әрі кептеліс деген атымен жоқ. Бірақ өкінішке қарай қаланың барлық жеріне жете алмайды. Қайыққа отыруға келдік, міне. Қала ішіндегі қайық осылай. Аялдамаларға келеді. Осылай күтесің. Сосын отырасың. Қазір мұндамыз. Шамамен мына жерге барамыз. Мына жерде де карта тұр. Аялдамалар көрсетілген бәрі түгел. Жалпы қайықпен адамдар қатынайтынын, бұл қоғамдық көлік сияқты статусқа ие екендігін, әр қайықтың нөмірі болатын, оның маршруты болатын білмеппін. Шындықты таң қалып отырмын. Таиландта контрастты мемлекет екен. Бұл жерде іздесең Венецияда бар, іздесең Африкада бар. Қызық. Сосын бұл деген туристерге арналған қайық емес. Мысалы, туристерге арналған қайық болса, бағасы әлде қайда қымбат болатын еді ғой. Бұл кәдімгі қоғамдық көлік. Яғни біз қазір қарапайым Бангкок тұрғындары сияқты бір жерден екінші жерге бара жатырмыз. Қоғамдық көлікке мінгенге осыншалықты мәз болған адамды көріп пе едіңіз?
Жана енді қатты жылдамдықпен айдаған кезде керемет сезім, иә. Мен драйвты сезіндім, салқын самал жел, керегі сол еді. Сосын қайықта кәдімгідей адам көп. Тіпті кей уақыттарда сыймай қалып жатады дейді. Бангкокте 1161 су арнасы бар. Қайық жолының жалпы ұзындығы 90 километрге жуық. Олар 5 бағытта қатынайды. Жыл өткен сайын саны да өсіп келеді. Жобаның негізгі мақсаты қала тұрғындарын қоғамдық көлікпен қамтамасыз ету. Бұл әсіресе су жағасында тұратын адамдар үшін өте ыңғайлы. Не болды, Жазира, не істеп отырсың? Шаруа деген бітті. Бангкок күшті әрине, бірақ Алматыны сағынып отырмын. Қатысты, қапырық, адам көп. Көлеңке іздеп жатырмын. Ернардан ұялып жүрмін. Ернардан ұялып отырмын дейді, Ернардың түрі мынау. Мына қарасаң шылқылдаған су ма? Сұмдық қой мынау деген бағасы. Ойбай. Ағып атқан тиырды қарашы. Күн ыстық, плюс влог сүріп жүрміз. Құдайма, біздікі неткен не деймді. Жан қиналыс, осы еңбегімізді бағалап, өтініш, лайк басымыз, сөйлей алмай қалдым. Көрдіңіздер ме? Дәлел, жағдайымның мүшкілдігі. Осы еңбегімізді, осы жан қиналысымызды бағалап, лайк басыңыздар. Әлі де арнаға жазылмаған достарыңыз, әріптестеріңіз, туысқандарыңыз, таныстардың танысы болса, жеріңіздер таратыңыздар, олар да жазылсын. Сіздер қолдап, күшті мотивацияға толы комментарий жазсаңыздар, біз еш нәрсеге қарамастан саяхаттай береміз. Ыстыққа да, суыққа да, бәріне шыдауға дайынбыз. Қазақтар мен тайлардың бір ұқсастығы және бір айырмашылығы бар. Ұқсас тұсы тай сөзі де қазақ сөзі сияқты еркін, азат деген мағына береді, ал айырмашылығы тайлар ЛРТ құрылысын аяқтаған. Бангкок пойыз жолдары жер бетіне де астына да салынған. Әрқайсысы қаланың түрлі бөліктерін орталықпен байланыстырады. Біз жер бетіндегісіне отыруды ұйғардық. Бұл жол BTS SkyTrain деп аталады. Ағылшыншадан аударғанда Бангкок қоғамдық көлік жүйесі, аспан пойызы деген мағына береді. 1999 жылдың 5 желтоқсанында ашылған. Қазіргі уақытта 3 бағытта жүреді, 64 бекеті бар. Біз қазір Рача Дамридамыз. Рача Дамридан кейін 1, 2, 3, шамамен 7-ші станцияда не? S7 дегеннен түсеміз. Адам басы 40 бат дейді. QR-мен төлей салуға болады, тура біздікіндей. Бізде бәрі каспмен төлейді ғой, мұнда да QR-мен төлеу кең таралған екен. Міне басасың, төлейсің. Hello. Please give 2 tickets. The 2 tickets S7. S7, Kumthonburi Station, right? Kumthonburi Station. Kumthonburi, yes. Билеттің түр-түрі бар. Бір күнге алуға болады, бір аптаға алуға болады, бір айға алуға болады дегендей. Бір реттік билет 1,5 сағатқа ма шыдайды. Егер одан артық жүріп қойсаң, онда айыппұл төлейсің. Бізге керісінше арғы бет қойдың. Я, бізге арғы бет. Стадион жағымыз ба бізге? Жоқ, біз былай кетпейміз, былай кетеміз ғой, Hello. Kumthonburi. Thank you. Арғы бетке өтуіміз керек. Түнгі Бангкок тіпті бөлек. Күндіз ғибадатхан аралап, Құдайына сыйынған жандарды көп көрсеңіз, түнде қала мүлде басқа кейіпке енеді. Қыдыруды, ойнап күлуді ұнататындар күн батысы мен Каосан Роудқа жиналады. Мына жерде енді туристер көп келеді, жалпы жергілікті адамдар да көп келеді екен.
сосын түсінгеніміз бағалары әлде қайда арзан. Енар, Ау. мынау смузиге көпіміз қосыпты. Жаңа біз түскі аштық қой, қонақ үй жақтағы кафе. Ол жерде басым бұлай дыңылдаған жоқ. Мынаны 3 рет ұрттаған шығарым, басыма дың етті. Каосан тай тілінен ұнтақталған күріш деп аударылады. Бұл көше бұрынғы уақытта Бангкоктың негізгі күріш базары болған. Қазіргі кезде туристердің сүйікті демалыс орнына айналды. Дерек бойынша Каосан роудпен күніне 40-50 мың адам жүріп өтеді. Мұнда сауда орындары, дәмханалар көп. Жергілікті жемістерден дайындалған сусындар, тамақтың түр-түрі бар. Бұрыш, окей. Қысқасы, Саршаян жейін деп жатырмын. Енді ұрыспассыздар. Бірақ зиян емес дейді, пайдалы дейді керісінше. Көрейін ба? Көр. Енді чипс қойғайдың ба? Амансың ба? Жоқ, кәдімгі чипс сияқты. Қақталған балықтың дәмі шығады. What is it? Ойбай, бұны жемей-ақ көшеді Ернар. Шегіртке ма? Иә. Нан жеп көрейін бәлде. Мынау инелік па, шегіртке ма? Шешінген судан тайынбас дейді. Нан да жеймін мен. Біз Таиландқа кетіп бара жатқанда қыздарым айтқан, әке, о жаққа барғанда құрт құмырсқа, шегіртке деген нәрселер жеме деген қыздар ренжімеңдер. Дәм тат көрейін дедім. Жоқ, мынау дәмдірек екен, Саршаян дәмдірек екен. Рахмет. No. Бақа жемеймін енді, ренжімеңдер енді. Бол, жетеді маған. На екеу жетеді. Терлі кеттім ғой мен. Ыстықтан ба әлде, уайымдағаннан ба. Саған құрт құмырсқа жегізеді, сол үшін тағы ақша алады. Тағы біз оған шоколад сыйлайын деп жатырмыз қазір. Енді сіз бізге құрт құмырсқа беріңіз, біз сізге шоколад береміз. It's original chocolate from our country, Kazakhstan. Thank you. Қапын қап. Пулхап. Енар, мен саған сағыз берейінші? Кеп бетінен сүйінші. Кәл аға. Жоқ, Кеп бетінен Енар, сен тістерінің арасында тарақаның дене бөлшектері. Шын айтам. Жоқ, бұл қалжың емес. Қара. Жоқ, кет қалды. Мына қарасайшы, шеттерінде. Міне қара. Ойбай, Енар, қош. Мен сені жақсы көрем, сондықтан да саған су ішуге және сағыз шайнауға кеңес беремін. Кім ойлаған Бангкокқа кеп Саршаян жеп қайтам деп, Енді Пхукетке барып қолтырауын жесем, сонымен Таиланд сапары өзі де іске асты деп плюс қоя берсем болады. Ой, жегем, қарындас. Сен Бангкокке бардың ба? Иә. Саршаян жедің ба? Жоқ. Ой, онда сен Бангкокке бармағансың ғой? Бардым, смузи іштім. Құлпынайдың смузи іштім, кивидің смузи іштім, бананнан іштім, мангадан іштім, қарбыздан іштім. Шегіртке жедің ба? Жоқ. Қалай енді бұл? Қалай сөйлесем енді бұл мен? Бангкокке барып шегіртке жемеген ойлашы. Дәмінің нашар болғаннан емес. Жалпы айтуы кепкен балық сияқты екен. Қақталған балық сияқты да? Тұзды да кішкене. Сол үшін шөлдеп қалдым. Каосан роудта бір-біріне жапсарласа салынған түнгі клубтар қонақ тарту үшін музыканы қатты қоюға тырысады. Айналасында ішке кір, сусын ішіп қайт деп қыз-жігіттер жүреді. Олардың артынан ермедік, бірақ массаж жасатыңыз деген ұсыныстан бас тарта алмадық. Қазір біз массаж жасайтын жерге келдік. Бұл жерде дәстүрлі тай массажында және классикалық массажында жасайды. Мына кісінің артынан жүрейік. Таиландта массаж жасау қызметі кеңінен тараған. Орналасқан жеріне қарай бағалары әртүрлі. Бағасына қарай сапасында да айырмашылық бар. Бірнешеуін көрдік. Шынын айтқанда, бұл жақтың массажы көңілімізден шықпады. Енді мен өзім массаж көп жасататын адам емеспін. Алматыда жүргенде де массаж бұндай көп жасатпаймын. Сондықтан нақты бір бағасын бере алмаймын, бірақ өзіме қатты ұнаған жоқ.
әсіресе аяққа жасаған аса ұнамады. Мүмкін біз дұрыс емес жерге кіріп қалған шығармыз, тағы да іздеп көру керек, басқа жерлерге барып. Маған салса аптасына бір рет міндетті түрде массажға бару керек. Мен бірден босаңсыдым, бірден денемді тастап жібердім, бірақ көңілімнен шықпады. Алматыда массаж жақсырақ. Андай бір жеңілдемедім. Бір денемнің құрысқаны басылмады. Сондай бір қанағаттанбай, кішкене көңіл күйім түсіп, массаждан шықтым. Ал енді қорытындылайтын кез жетті. Күн ыстық кезінде барғанымызбен тамақ таңдаудан қиналғанымызды есептемесек, Бангкоктың өзі ұнады. Әдемі, қыдырып қайтқанға жайлы қала. Демалыстың сәтті өтуіне туризмнің жақсы дамығаны да әсер етті. Қайда барсаң иіліп сәлем беріп, күлімдеп тұратын тайларға қарап риза боласың. Өзіңді құдайы қонақтай сезінесің. Осымен Бангкокке қош дейміз. Алда су үстінде тұрған мұсылмандар ауылы Ко Пани. Ол жақтан арнайы шығарылым дайындаймыз. Жергілікті адамдармен сұхбаттасып, мешітке барамыз. Сондай-ақ су бетіндегі алаңда доп теуіп, қайықпен аралдарды аралаймыз. Видеомыз ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды және достарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бұл біз үшін өте маңызды. Жаңа шоколад ішіп едім. Енді содан жүрегім ойнап отыр. Күн ыстықта шоколад ішкен адамды көрдіңіз бе? Ол мен.